Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгін біз 8-ші сыныптың 4-30 есебін шығаратын боламыз. Осы видеоға аямай лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сонымен қатар достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. 4-30 есеп өрнекті ықшамдаңдар. Бұл өрнекте енді біз қысқарту амалдарын жүргізуге тырысамыз, яғни қысқартатын заттарды табамыз. Мысал үшін а минус с, мына жерде түбір астында а минус түбір астында с. Бұл жерде біз нені білуіміз керек? Мысал үшін а дегеніміз басқаша оны түбір астындағы а-ның 2 дәрежесі деп жазып алуға болады. Түбір астындағы а-ның 2 дәрежесі ол а-ға тең. С да дәл сондай. Сол себепті мына а минус с дегенді былай жазып аламыз. Түбір астында а 2 дәрежесі, азайту, түбір астындағы с-ның 2 дәрежесі, бөлімінде мына а-ны түбір астындағы а-ның 2 дәрежесі деп жазып аламыз. Азайту, ал мыналарды түбір астында 2 мен мына а-ның көбейтіндісі, яғни 2 түбірдің көбейтіндісі қылып шығаруға болады оны. Түбір астында 2 мен түбір астында а-ның көбейтіндісі деп. Көбейту. Келесі өрнегімізде а минус 2-ні де дәл мына а минус с сияқты қылып жасаймыз. Яғни түбір астында а 2 дәрежелі, азайту, түбір астындағы 2-ның 2 дәрежесі. Ал бөліміндегі түбір астында а, азайту, с-ны көшіріп жазамыз. Көбейту. Енді мына жақшаның ішінде орындауымыз керек. Жақшаның ішінде бізде саннан бөлшек азайтылып тұр. Олай болса, біз оны ортақ бөлімге келтіреміз. Бұл жағдайда ортақ бөлім мына тұрған бөлшектің бөлімі болады. Яғни түбір астында а қосу түбір астында 2. Олай болса, мына түбір астында 2-ге түбір астында а қосу түбір астында 2-ні береміз. Ал мына бөлшектің өзіне 1-ді береміз, өйткені осының бөлімі бізде ортақ бөлім болып тұр. Көбейту, онда бөлшек түрінде жазайық. Бір бөлшек қылып, мына түбір астында 2-ні түбір асты а қосу түбір асты 2-ге 1-ден көбейтіп кетейік. Олай болса, түбір астындағы 2 көбейту түбір астындағы а қосу, мына жерде өйткені қосу тұр. Түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге көбейтеміз. Түбір асты 2 көбейту түбір асты 2. Енді азайту, мына жерде азайту тұр. 1-ді түбір асты 2 аға көбейтсек, түбір асты 2 аның өзі шығады. Және осы түбір астындағы 2 аны, мына жердегі түбір астындағы 2 аны жазған сияқты бөліп жазсақ болады. Түбір астында 2 көбейту түбір астында а деп. Бөлімінде түбір астында а қосу түбір астында 2 болады. Ары қарай. Енді мынау бізде квадраттардың айырмасы деген формулаға келіп тұр. Яғни сол формуланы қолданайық. Олай болса, түбір астында а, азайту түбір астында с, екінші жақшамыз түбір астында а, қосу түбір астында с. Бөлшектің бөлімінде мына жерде біз бірдей міне түбір астындағы аларды көріп тұрмыз. Осы түбір астында аны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Онда мына түбір асты аның квадраты дегеніміз түбір асты аның өз-өзіне 2 рет көбейтіліп тұр деген сөз. Міне оның біреуі жақшаның сыртына шығып кетті. Олай болса, жақшаның ішінде екінші түбір астындағы а қалады. Азайту. Енді мына түбір асты 2 көбейту түбір асты адан түбір асты аны жақшаның сыртына шығарып тастадық. Олай болса, жақшаның ішінде түбір асты 2 қалады. Көбейту, келесі бөлшек. Екінші бөлшектің алымында да біз квадраттардың айырмасы формуласын қолданамыз, яғни а квадрат минус б квадрат деген. Бұл жерде 2 жақша шығады тағы да. Түбір астындағы а азайту түбір астындағы 2 және түбір асты а қосу түбір асты 2.
және бөлімінде жазып қоямыз. Түбір асты А, азайту түбір асты С. Көбейту. Енді келесі үшінші бөлшегімізді қарайық. Үшінші бөлшегімізде мына жерде түбір асты 2 көбейту түбір асты А оң таңбамен тұр, және түбір асты 2 көбейту түбір асты А теріс таңбамен тұр. Яғни бұларды бір-бірімен былайынан жойып жібереміз. Сонда алымында түбір астында 2 көбейту түбір астында 2 қалды. Ол деген сөз түбір астында 2 көбейту түбір асты 2 дегеніміз түбір асты 2-ның 2 дәрежесі деген сөз. Олай болса, бұл 2-ге тең. Өйткені дәреженің көрсеткішімен мына түбір екеуі қысқарып кетеді деп түсінеміз. 2 қалады екен. Яғни бөлшектің алымында 2 қалды. Ал бөлімінде түбір астындағы А қосу түбір асты 2 болады. Үш бөлшегімізде бір-біріне көбейтіліп тұр, мінекей. Сол себепті осы бөлшектерді өзара алымы мен бөлімін қысқартуға болады. Олай болса, ең бірінші мына бөлшекте біз көріп тұрмыз бөлімінде түбір астындағы А минус түбір астындағы С, мына жақта алымында тұр. Яғни осыларды бір-бірімен қысқартамыз. Түбір астында А минус түбір астында 2, алымында да дәл сол өрнек тұр. Яғни мына өрнекпен мына өрнек қысқарады. Және түбір астында А қосу түбір астында 2. Екінші бөлшектің алымында да, және үшінші бөлшектің бөлімінде де тұр. Олай болса, бұл өрнектерді де қысқартып тастаймыз. Сонда бізде қалатыны алымында қалып тұр 2, бірінші санды жазып аламыз. Жақшаның ішінде, өйткені бізде мына өрнек қалып тұр жақшаның ішінде. Түбір астындағы А қосу түбір астындағы С. Және бөлу, бөлімінде бізде тек қана түбір астында А қалған екен. Түбір астында А. Міне, бұл есептің жауабы. Келесі екінші есеп. Бұл жерде жеке-жеке жақшаларды ортақ бөлімге келтіріп алуға болады. Мына жерде 2 тұр, мына жерде түбір астында 2 тұр. Ортақ бөлімі 2 болады. Өйткені мына 2 деген санды алдыңғы есепте айтқанымыздай түбір астындағы 2-ның 2 дәрежесі деп алсақ болады. Ол деген сөз түбір астында 2 көбейту түбір астында 2 деген сөз. Сонда міне бізде мына бөлшектің бөлімінде түбір астында 2 тұр. Енді оны 2 қылу үшін біз оны тағы да түбір астында 2-ге көбейтуіміз керек екен. Яғни мынаған түбір асты 2-ден беремін. Олай болса, мына бөлшектің бөлімін біз 2 қыла аламыз деген сөз. Ал мына жерде 1-ден беремін, ортақ бөліміміз 2 деп тұрмыз. Ал мына жерге 2-ден береміз. Мына жерде де дәл сондай 1-ден береміз, түбір астында 2-ден береміз, және 2-ден береміз. Сонда енді осы бөлшектерді ортақ бөлімге келтірейік. Бірінші алымын есептейміз. А-ның квадратын 1-ге көбейтсек, А-ның квадраты, азайту, түбір астындағы 2-ні А-ға көбейтеміз, түбір астындағы 2 көбейту А, қосу, 2-ні 1-ге көбейтеміз, 2. Ал бөлімінде бізде ортақ бөлім 2 деп айтқан болатынбыз. 2 деп жазып қоямыз. Келесі бөлшегімізде де А-ның 2 дәрежесі, бірақ енді қосу түбір астындағы 2 көбейту А болады, және қосу 2 болады. Бұның да бөлімінде 2 болады. Көбейту келесі бөлшекті осы қалып жазып қояйық. А-ның 4 дәрежесі қосу 2, А-ның 2 дәрежесі қосу 4. Енді мына өрнекті Б-ның орнына жазамыз да, мына А квадрат қосу 2-ні А-ның орнына жазамыз. Ол былайынан мысал үшін. А квадрат қосу 2 және минус түбір асты 2 көбейту А болады. Бөлу 2. Көбейту мына жақта дәл сондай. А-ның квадраты қосу 2-ні бір жақшаға алайық. Және қосу түбір астындағы 2 көбейту А болсын. Және мыналарды жеке-жеке жақшаға алайық. Мына жерде көбейтіндісі болсын ортасында. Ал мынаны ортақ бір бөлшек түрінде жазып алайық осылайынан. Бөлімін қазір өзгертемін, өйткені мына жерде
Мынаның бөлімінде 2, мынаның бөлімінде 2 тұр, екеуін бір-біріне көбейтсек 4 болады. Мінекей ортақ бөлімі 4. Көбейту түбір астында 2 бөлу А-ның 4 дәрежесі қосу 2 А-ның 2 дәрежесі қосу 4 тең. Енді міне мына өрнекті А деп түсінейік формуладағы. Ал мынау формуладағы Б болсын. Онда мынауда А болады, және мынауда Б-ны береді. Сонда қарасақ, бірінші жақшамызда А минус Б, екінші жақшамызда А плюс Б болып тұр. Яғни бұл бізге А квадрат минус Б квадраттың формуласын береді екен. Олай болса, мына екі жақшаның көбейтіндісін сол формулаға келтіріп жазамыз. Яғни А-ның орында тұрған А-ның 2 дәрежесі қосу 2-ның квадраты болады. Және азайту түбір астындағы 2 көбейту А-ның квадраты болады. Бөлімінде 4. Көбейту келесі бөлшекте де жазып қоямыз. Түбір астындағы 2 алымында, ал бөлімінде А-ның 4 дәрежесі қосу 2 А-ның 2 дәрежесі қосу 4. А квадрат қосу 2-ні ашатын болсақ, квадратын А-ның 4 дәрежесі қосу 2 еселенген мына екеуінің көбейтіндісі, яғни 4 А-ның 2 дәрежесі және қосу 4 болады. Мына жақшаны аштық, енді бізде мынау тұр. Азайту түбір астындағы 2 көбейту А-ның 2 дәрежесі. Натурал көрсеткішті дәрежелердің ережесіне сәйкес көбейтінділердің дәрежесін шығарған кезде әрбір көбейткішті жеке-жеке дәрежеге шығаруға болады. Олай болса, түбір астында 2-ның 2 дәрежесі ол 2 көбейту А-ның 2 дәрежесі осылаймен жазылады. А-ның 2 дәрежесі болып. Бөлу 4. Және көбейту келесі бөлшегіміз түбір астындағы 2 бөлу А-ның 4 дәрежесі қосу 2 А-ның 2 дәрежесі қосу 4. Енді А-ның 4 дәрежесін жазып қоямыз. А-ның 2 дәрежесі мұнда 4 А-ның 2 дәрежесі бар, және минус 2 А-ның 2 дәрежесі бар. Бұл жерде енді А-ның квадраттары бірдей, сол себепті олардың алдында тұрған коэффициенттерін жинақтай қоямыз. Яғни бұл жерде 4-тен 2-ні азайту керек. Олай болса, плюс 2 қалады. Плюс 2 А-ның 2 дәрежесі және қосу 4 қалды соңында. Бөлімінде 4. Көбейту келесі бөлшегіміз алымында 2, ал бөлімінде А-ның 4 дәрежесі қосу 2 А-ның 2 дәрежесі қосу 4. Енді міне, мына бірінші бөлшек пен екінші бөлшегіміз бір-біріне көбейтіліп тұр. Көбейту кезінде қысқартуға болады. Яғни, мына өрнекті толығымен былайынан қысқартып жіберуге болады. Сонда есептің жауабы түбір астында 2 бөлу 4 болып шығады. Үшінші есепте ортақ бөлімге келтіруіміз керек, бірақ ортақ бөлімге келтірмес бұрын бөлшектердің бөлімдерін бір-біріне ұқсастандырып алуымыз керек. Ол үшін бөлшектердің алымына тиіспейміз, тек қана бөлімімен жұмыс жасаймыз. Олай болса, x қосу 2 түбір астында 3 жазып қоямыз. Бөлу, мына жерде жақшаның сыртына 3-ті шығарамыз. 3-ті шығарсақ, x минус түбір астында 3 қалады. Азайту, ендігі бөлшекте алымын жазып қоямыз. Ал бөлімінде 2-лерді шығарамыз. X минус y болады. Келесі бөлшекте мына жерде міне x-терді шығарамыз жақшаның сыртына. Жақшаның ішінде x минус y қалады. Ал мына жерде түбір астында 3 пен түбір астында 3-ті шығарамыз. Және бұл жерде бізде мына жақшаға ұқсас жақша шығу керек, яғни x минус y болу керек. Ал бізде x-ің алдында минус тұр, ал y-ің алдында плюс тұр. Бізге керісінше болу керек. Олай болса, жақшаның сыртына біз минус түбір астында 3-ті шығарамыз. Сол кезде жақшаның ішінде x минус
y шығады. Және оның алымын көшіріп жазып қоямыз. X-тің 2 дәрежесі азайту y түбір астында 3 деп. Енді мыналардың бәрін қайтадан көшіреміз. X қосу 2 түбір астында 3 бөлу 3 жақшаның ішінде x минус түбір асты 3 азайту 3y минус x бөлу 2 көбейту x минус y қосу. Енді бұл жерде біз міне 2 бірдей жақшаны көріп тұрмыз. X минус y-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда екінші жақшада міне мынаның x минус y жақшаның сыртына кетті, онда орнында x қалды. Ортасында тұрған таңба минус, сондықтан минусты қоямыз. Бұл жерде x минус y жақшаның сыртына шығарып жібердік, онда жақшаның ішінде түбір астында 3 қалады. Алымын қайтадан көшіріп жазып қоямыз. Енді ортақ бөлімге келтіруге болады, өйткені міне көріп тұрмыз, бір жақша x минус y мында да бар, және екінші жақша x минус түбір астында 3 ол мында да бар. Олай болса, ортақ бөлімі осы екі жақшаның көбейтіндісі, және мыналардың алдында міне сандар тұр 3 және 2. 3 пен 2-ның ортақ бөлімі 6 болады. Сонда ортақ бөліміміз 6 көбейту x минус y көбейту x минус 3 болады. Енді әр бөлшекке жетпей тұрған бөлігін береміз. Мына бөлшекке санымыз 6 болу керек, а бізде 3 болып тұр, сондықтан 2-ні береміз. Ал жақшаларымызда x минус түбір астында 3 бар, ол міне мына жақша. Енді мына x минус y жетпейді. Көбейту x минус y-ті береміз. Екінші бөлшекке бұл жерде 2 тұр, 6 болу үшін 3 керек. Және x минус y деген жақша бар, оған x минус түбір астында 3 жетпейді. Олай болса, x минус түбір астында 3 береміз. Ал үшінші бөлшекке бұл жерде 2 жақшада бар, керісінше бұл жерде сан жетпейді, 6 жетпейді, яғни 6-дан береміз. Енді осылардың барлығын көбейтейік. Бірінші мен мына жерде 2-ні сразу мына жақшаның ішіне көбейтіп, бір жақша қылып жазып алайын. 2-ні x-ке көбейтсек 2x, азайту 2y. Осы өрнекті көбейту керек, x қосу 2 түбір астында 3-ке. Ары қарай минус деп жазып кете береміз, өйткені мынаның барлығы бізде бір бөлшек болады. Минус. Енді мына жерде де мына жақшаның сыртында тұрған 3-ті мына жақшаның ішіне көбейтіп жазып кетейін. 3x және минус 3 түбір асты 3 болады. Ал екінші жақшамыз ол мына бөлшектің алымы. Олай болса, 3y минус x болады. Одан кейінгі таңба қосуды қоямыз. Енді 6-ны көбейтуіміз керек мынаның әрқайсысына. 6-ны x квадратқа көбейтсек 6x квадрат болады. Мына жерде минус тұр, минус деп жазамыз. 6-ны y түбір астында 3-ке көбейтсек 6 бірінші сандар жазып алайық, түбір астындағы 3y болады. Енді осының барлығының ортақ бөлімі 6 көбейту x минус y көбейту x минус түбір астында 3 болады. Енді мына жақшаларды ашамыз. Жақшаны ашқан кезде мына бірінші жақшаның ішіндегі бірінші өрнекті екінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтіп шығамыз. Олай болса, бірінші 2x-ті x-ке көбейтеміз. 2x-тің 2 дәрежесі. Енді осы 2x-ті мына 2 түбір астындағы 3-ке көбейтеміз. Және оның алдында таңбасы болып тұр, сол себеп плюс қоямыз. Так, 2 мен 2 көбейтіледі 4 болады. Түбір астындағы 3x болады. Енді екінші өрнекті, екінші қосылғышты екінші жақшадағы әрқайсысына көбейтіп шығамыз. Олай болса, 2y-ті x-ке көбейтеміз. 2-ның алдында минус тұр, яғни минус 2x y деп жазсақ болады. Және минус 2y-ті 2 түбір астында 3-ке көбейтеміз. Минус 4 түбір астындағы 3y болады. Енді мына екі жақшаны көбейтейік. 3x-ті 3y-ке көбейтеміз.
9x y болады, және жақшаның сыртында минус 4 таңбасы ауысады. Минус 9x y болады. Тағы да 3x-ті енді мына минус x-ке көбейтуіміз керек. Минус 3x квадрат, жақшаның сыртындағы минуспен ол плюс 3x квадрат болады. Енді екінші қосылғыш 3-ті бір астында 3. 3-ті бір астында 3-ті көбейтеміз 3y-ке. Алдындағы таңбасы минус болады, өйткені мына жерде минус тұр. Онда 9-ті бір астындағы 3 y болады. Және минус, мына жерде таңбамызда жақшаның сыртында минус бар екен ғой, сол себепті плюс болады. Енді келесі минус 3-ті бір астында 3-ті минус x-ке көбейтуіміз керек. Минус пен минус көбейтіледі деп плюс болады, және жақшаның сыртында минус тұр, сол себепті енді көрнегіміз минус болады екен. Олай болса, минус 3-ті бір асты 3x болады. Мына жерде 2, 4, мына жерде де 4, 8 өрнек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Көбейтіп болдық. Енді мыналарды жазамыз. Қосу 6x-тің 2 дәрежесі, азайту 6 түбір астындағы 3y деп. Енді осының барлығын бір бөлшекке алып жазамыз. Және бөлшектің бөлімін жазамыз. Бөлшектің бөлімі 6 көбейту x минус y көбейту x минус түбір астында 3 болып тұр. Енді қазір мына жерде бөлшектің алымын ықшамдаймыз. Олай болса, бірінші x квадраттарды жинап алайық. Міне x квадрат, 3x квадрат бар және 6x квадрат бар. Бәрін бір-біріне қоссақ, 11x-тің 2 дәрежесі болады екен. Енді жай ғана x-тер жинақтайық. Оларды мен x-пен сызып қоямын. 4-ті бір астында 3x. Одан кейін тек x бар, 3-ті бір астында 3x екен. Яғни 4-ті бір астында 3-тен 3-ті бір астында 3-ті алып тастаймыз. Сонда қосу бір астындағы 3x қалады. Енді x, y-терді жинақтайық. Мінеки минус 2xy, минус 9xy. Екеуінің де таңбасы минус, сондықтан бұл сандар қосылып кетеді. Минус 11xy болады. Келесі, енді y қалып тұр, бізде. Y-тер минус 4-ті бір астындағы 3y бар, 9-ті бір астындағы 3y бар, және 6-ті бір астындағы 3y бар екен. Оңай қосу тәсілін пайдаланайық. Минус 4 пен минус 6 ол бізде минус 10 болады. Және плюс 9. Яғни минус 1 қалады, солай ғой. Минус түбір астындағы 3y қалады. Енді бөлшектің бөлімін қайтадан жазып қоямыз. 6 көбейту x минус y, x минус түбір астында 3 деп. Енді осы жерде бөлшектің алымынан бірдей сандарды көріп тұрмыз. Міне 11x квадрат пен 11xy болып тұр. Яғни жақшаның сыртынан осы жерде 11x-ті шығарып жіберуге болады. Сол кезде 11x квадрат еді, оның 11x-і жақшаның сыртынан шықты, онда жақшаның ішінде тек қана x қалады. Енді минус 11xy-тен 11x-і жақшаның сыртынан шығарып тастасақ, y қалады, және алдындағы таңбасы минус болады. Минус y. Ары қарай түбір астында 3x, минус түбір астында 3y болып тұр. Плюс түбір астында 3-ті шығарып жібереміз жақшаның сыртына. Бұл жерде x минус y қалады екен сонда. Бөлінген 6x минус y, x минус түбір астында 3. Енді міне бірдей жақша тұр, тағы да x минус y пен x минус y осыны жақшаның сыртынан шығарайық. Жақшаның ішінде мына жерде 11x қосу түбір астында 3. Ал мына жақта 6x минус y, x минус түбір астында 3.
Бірдей өрнектер x минус y пен x минус y. Сонда есебіміздің жауабы алымында 11x қосу түбір астында 3, ал бөлімінде 6 көбейту x минус түбір астында 3 болып аяқталады. Төртінші есепте бөлімдерін тағы да бір ретке келтіріп аламыз. Бірінші жақша, бірінші бөлшекті осы қалып жазамыз. Бұл жерде ештеңе өзгермейді. Екінші бөлшек, бұл жерде де ештеңе өзгермейді. Бұнда тек қана көшіріп жазып қоямыз. Қосу. Ендігі бөлшекте c минус a-ны былай жазып аламыз. Түбір астында с-ның 2 дәрежесі азайту түбір астындағы a-ның 2 дәрежесі деп аламыз. Яғни квадраттардың айырмасы формуласына сәйкес келеді. Осылай жазып алатын болсақ, онда ол бізде түбір астында c минус түбір астында a және екінші жақша түбір астында c плюс түбір астында a деген өрнекті береді. Олай болса, мына c минус a-ның орнына осы шыққан өрнекті жазамыз. Олай болса, түбір астында ac бөлу, мына жаққа бірден шыққан жазайық. Түбір астында c минус түбір астында a және түбір астында c плюс түбір астында a. Көбейту. Енді мына жерде саннан тағы да бөлшек алынып тұр. Олай болса, ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі тұрған бөлшектің бөлімі болады. Онда мынаған біз түбір астында c қосу түбір астында a береміз. Ал мында бірден береміз. Ортақ бөлімге келтірейік, бірден көбейтіп жазайық. Жақша қалмаймыз, өйткені бұл жерде бізде бөлшек шығады. Сондықтан түбір астында c-ны түбір астында c көбейтсек с-ның өзі шығады. Қосу түбір астындағы a-ны түбір астындағы с көбейтсек түбір астында a-сы болады. Және минус түбір астындағы a-сы. Мына бөлшектің алдында минус тұр, ол значит, онда мына плюсты минус қылып жібереді. Минус a болады. Бөлу түбір астындағы с қосу түбір астындағы a болады. Енді мына жерде көбейтіп жазып шығамыз. Түбір астында с-ны түбір астында с көбейтсек с шығады. Азайту. Түбір астындағы a-ны түбір астындағы с-ға көбейтсек түбір астында a-цы болады. Келесі түбір астындағы c-ны түбір асты a-ға көбейтеміз. Таңбасы плюс түбір астындағы a-цы. Түбір астындағы a-ны түбір астындағы a-ға көбейтсек плюс a-ның өзі шығады. Және қосу 2 түбір астында a мен c-ны бөліп жазайықшы. a көбейту түбір астында c дейді. Бөлімінде ортақ бөлім және түбір астында c минус түбір астында a көбейтілген түбір астында с қосу түбір асты a болады. Көбейту. Мына екінші бөлшекте түбір астында a-цы алдында плюс және минус түбір астында a-цы екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Мынау бізде с минус a қалады. Бөлімінде түбір астында с қосу түбір астында a болады. Енді мынаның алымын жинақтайық. Мына жерде алымында минус түбір астында a-цы мен плюс түбір астында a-цыны көріп тұрмыз. Екеуін бір-бірімен сызбаймыз, жойылып кетеді. Сонда алымында с қосу 2 түбір астында a-цы деп жаза қояйық. Қосу a болады. Бөлімінде түбір астында c минус түбір астында a көбейту
түбір астында с қосу түбір астында а деп аламыз. Және көбейту, мынаны с минус а деп қалдыра берейік. Бөлімде түбір астында с қосу түбір астында а болсын. Енді мына жерде с-ны түбір астындағы с-ның 2 дәрежесі деп аламыз. Ал а дегеніміз ол түбір астындағы а-ның 2 дәрежесі болады. Егер де солай болатын болса, онда мына жерде бізде түбір астында с қосу түбір астында а-ның квадраты шығады. Түбір астындағы с қосу түбір астындағы а-ның 2 дәрежесі болады. Ал бөлімінде түбір астында с минус түбір астында а көбейтілген түбір астында с қосу түбір астында а екінші жақшада. Және екінші бөлшек с минус а бөлу түбір астында с қосу түбір астында а. Енді осы жерде қысқартылатын, міне түбір астында с қосу а және түбір астында с қосу а екі жақша тұр. Осы екеуінің көбейтіндісі мынаумен толықтай қысқарып кетеді. Өйткені түбір астында с қосу түбір астында а-ның квадраты дегеніміз осы жақшаның өз-өзіне 2 рет көбейтілуі. Сонда с минус а бөлу түбір астында с азайту түбір астында а болып шығады. Есепті осы нәтижесінде қалдыруға болады, немесе бұны ары қарай жіктеуге болады. Мына түбір астында с дегенді оны түбір астында с-ның квадраты деп аламыз, а дегенді түбір астында а-ның квадраты деп аламыз. Сонда бұл квадраттардың айырмасы формуласымен былайынан жіктеледі. Түбір астында с минус түбір астында а және түбір астында с қосу түбір астында а. Бөлімінде түбір астында с минус түбір астында а. Сонда міне мына екі жақша бір-бірімен қысқарып кетіп, соңында түбір астында с қосу түбір астында а деп те шығаруға болады. Немесе мына түрінде қалдыруға болады. Осымен бүгінгі 4-30 есебіміз аяқталды. Комментарийға өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Сонымен қатар біздің каналда бұдан басқа да есептердің шығарылуы, талқылауы бар. Соны қараңыздар. Ал мен бүгінге сіздермен қоштасамын. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.